Biz қалай бар, солай бастадық. Бүгін осылай жұмыс істеп отырғанда біздің команданың азаматы Ердәулетпен Ералы келіп бір жақсы видео түсірейік деп келіп отыр. Қандай тақырыпта сөз қозғаймыз деген әңгіме болды. Сонымен отырып бүгінгі тақырыпта жұмысты бірден бастап кету, проактивтілік туралы әңгіме қозғаймыз. Сонымен жалпы өзі проактивтілік дегеніміз не? Жұмысты бірден бастап кету. Көп ойланып, білім жинап, бас қатырып, уақытты құртудың ешқандай қажеті жоқ. Ойға келді, мақсат анық болса бірден бастап кету керек. Проактивтілік дегеніміздің өзі, біз қазіргі мына видеоны түсіріп жатқанымыздың өзі бір проактивтілік. Бізге істейтін жұмыс жоқ, немесе уақытымызды жақсы өткізгіміз келді. Біз видео түсіруді қолға алдық. Оған бір сценарий жазып, оған бір дайындалып бас қатырмадық. Біз өзіміздің шынайы жан дүниеміздегі білімімізді халықпен және де өзінің ісін бастағысы келіп жүрген адамдармен бөліскіміз келді. Өмірдің өзі осы лифті секілді. Проактивті болып бастым, лифтте өмірде бір жетістікке жеткіңіз келетін болса, бұл жағдайда көп дайындалудың қажеті жоқ. Жақсы жасау үшін біз не істейміз? Дайындаламыз. Бұна видеоны түсіру үшін біз дайындалсақ, сценарий құрсақ не істейміз? Біз энергиямызды құртамыз. Сонымен қатар уақытымызды құртамыз. Уақытымызды құртамыз, энергиямызды құртамыз. Яғни ойланудың өзіне көп уақыт кетеді, миымыз тыныш болмайды. Көбіне көп 90% сол дайындалған жұмыстар басталмайды өмірде. Ал негізі жетістікке жеткен адамдардың бір басты, бір ерекшелігі проактивтілік. Ойыңа келді ме, бірден жасау. Екілік бағаға жаса, мүлдем бардак кәдімгідей де бардак ретінде жасады. Бастаған істі дамыту оңай, ал басталмаған істі басыңда ол қиялдай бересің. Ондай адамдарды былай айтқан кезде қияли деп атайды. Ал көп бір істерді бастаған кезде, егерде ойланатын болсаң, ойланып бас қатыратын болсаң, ол істің сен көбіне көп қиын жақтарын көресің. Мен мына істі бастасам, мынандай қиындық шығады, маған осындай қаржы керек, осындай команда керек. Сенде бірден уже миыңда ақырын шлагбаумдар, барьерлер қалыптаса бастайды. Проактивті болған адамдардың көбінесе энергиясы көп болады. Неге? Себебі адамдардың энергиясын ойлау өте көп алып қояды. Ал проактивті адам алдына келген жұмысты бірден жасау барысында бұл не істейді? Сол жұмысынан энергия алады. Бірден сен өзіңнің арманыңа, мақсатыңа қойған жұмысты жасайым десең, бірден жасап кет. Бұл да бір спорт секілді. Егер де сен спортпен айналысқың келсе, немесе жүгірген келсе, сен жақсы кроссовка сатып алуға, немесе бір керекті құралдарды сатып алуға дайындалудың қажеті жоқ. Жаңалай-ақ жүгіре бер дейді. Бұл нағыз чемпиондардың әдісі. Жетістікке жеткен адамдар проактивтілікпен жетістікке жетеді. Ойламаған жерден үлкен табысқа кенелдік деп жатады. Яғни бұның сыры неде? Бір идея басына келді, тауда болсын, өзінің үйінде емес шетелде жүргенде болсын, басына келді, бірден оны жасауға кіріседі. Ойламаған жерден солай табысқа кенеледі. Алланың ұлылығы сондай, рыздығын адамзатқа ойламаған жерден береді. Сондықтан басқа келген тірлікті, басқа келген ойды ойламаған жерден бастау керек. Сол кезде оның көп жағдайда берекесі де болады. Проактивтілік дегеннің өзі адамның бойындағы үлкен қорқыныштарды жеңеді. Бұл қалай? Проактивті болмай, басына келген дүниесін бірден бастамастан бұрын оны ойланып, кітаптардан іздеп, немесе өзінің менторына барып, немесе басқа да соны жасаған адамдарға барып сұрайтын болса, немесе өзінің достарына, туған туысқандарына жасаған кезде, әсіресе біздің өзі қазақтардың арасында сондай ғой. Сенің қолыңнан келмес, сен жасай алмайсың деген сияқты сенің қорқынышыңды өсіре береді. Ал проактивті адам бірден бастап кеткеннен кейін не істейді? Бастаған істі жасай алатын жеріне жасағаннан кейін ол тіреледі.
ары қарай оған көмек керек болады. Сол кезде барып мамандардан және керекті адамдардан кеңес сұрау керек. Сол кезде барып адамның ісі алға тезірек жүретін болады. Ал егерде біз оны бастамай тұрып адамдардан ақыл кеңес сұрайтын болсақ, болды, біздің қорқынышымыз баса береді. Біз ойлаймыз, сенің өзіңнен де мықты адам келіп саған ақыл кеңес берсе, жоқ Салтанат, немесе жоқ бауырым, саған осындай дайындық керек, мынандай дүние жасау керек, осындай үлкен сума керек десе, сен уже не істейсің, басыласың ары қарай. Сондықтан оны бірден бастап кеткеннен кейін ақыл кеңестерді ала бер. Болды, басталған істе сен сол берілген ақыл кеңесті қолдана бересің. Солай сен нәтижеге жетесің. Тура осыдан 6 ай бұрын проактивтілік туралы айтқан кезде анық мысал біздің өзіміздің People Business School'да алсақ болады. Тура осы қағанатта, осы үстелдің басында отырып, біз не істейміз, біздің қолымыздан не келеді деген кезде біздің ойымызда үлкен осындай мектеп құру деген идея келді. Біз не істедік? Тура осы қағанатта отырып, біз сол тірлігімізді бастадық. Осы қағанатта алдық, осы қағанатта жоспар құрдық. И шықтық та сол күні біз өзіміздің мастер-классымызды өткіздік. Осылай біздің People Business School дүниеге келген. Қазір біз 6 айдың ішінде көптеген кәсіпкерлерді тәрбиелеп шығардық и өзіміздің арман мақсатымызға жетіп отырмыз. Проактивтілік бағана айтқанымдай танытып тірлігімізді бастадық. Бастағаннан кейін барып біз өзіміздің алдымызда жолыққан кедергілерді жеңу үшін оны білетін адамдардың арасынан сұрап, мысалы біздің өзіміздің Қайрат Құдайберген мырзаның менторлығын алып сол кісіге серіктес болдық. Біз қалай бар солай бастадық. Және де бастаған істе тірелген кедергілерге жолыққан кездерде оны бірден шешіп отырдық. Осылай міне біздің People Business мектебі басталып кетті. Сонымен проактивтілік дегеніміз қорытындылай келгенде не болды? Проактивтілік дегеніміз ең біріншіден тәуекел. Тәуекел түбі жел қайық, өтесің кетесің. Екінші, проактивтілік дегеніміз қорқынышты жеңу. Үшінші, проактивтілік дегеніміз ол өз бойыңдағы энергияңды үнемдеу. Проактивтілік дегеніміз өзіңнің уақытыңды үнемдеу. Проактивтілік дегеніміз ол өзіңнің арман мақсатыңа қарай тез ұмтылу, жету. Проактивтілік дегеніміз ол тез үйрену достар. Сондықтан кез келген істе проактивті болыңыздар. Не істегің келеді, соны істеңіз.